Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз құтырла қуырылған баклажаннан дәмді салат жасайтын боламыз. Ол үшін баклажанды дөңгелектеп турап аламыз. Туралған баклажанды ыдысқа салып, бір ас қасық тұз сеуіп, үстіне салқын су құямыз. 20 минутқа тұндырып қоямыз. 20 минуттан соң баклажанымыздың қышқылы бөлініп, суымыз осындай қара түске енеді. Суымызды төгіп, енді баклажандарымызды құрғатып аламыз. Енді баклажанды қуыруға дайындайтын боламыз. 3 жұмыртқа қостым. 3 жұмыртқаның дәміне қарай тұз сеуіп, баклажандарымызды жұмыртқаға ұнатып, одан соң ұнға ұнатып алып, дайындап аламыз. Ары қарай қызып тұрған майымызға баклажанды қызартып қуырып аламыз. Енді салмасын әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге майонез қажет және сарымсақтың 2 тісін қостым. Дәміне қарай тұз себеміз және мен ас көк қостым. Оны қалауларыңызша қоспасаңыздар да болады. Барлығын араластырып, баклажанды, помидорды бірінің үстіне бірін қою арқылы салатымызды дайындаймыз. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер.